Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода үй жағдайында керемет сырники жасайтын боламыз. Дәмі кәдімгі ресторандағыдай сырники болып шығады. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға сүзбені саламыз. Біздегі сүзбе 5% болуы керек. Келесі бір жұмыртқамызды салып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Бізде сүзбенің ортасында ешқандай түйін қалып кетпеу керек, барлығын ақырын жақсылап араластыру қажет. Енді дәміне қарай 1 немесе 2 ас қасық қант қосамыз, шамалы тұз қосып, әдемі иіс беріп тұру үшін осындай ванилин қосамыз. Келесі 1 ас қасық толтырып ұн қосамыз және де шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырдым, сол жаққа кіріп қарасаңыздар болады. Мінекей қыздар, шамалы қолымызбен ұстап көреміз. Егер де шамалы жабысатын болса, аздап жарты қасықтай ұн қосып, қайтадан осындай силиконды лопаткамен жақсылап араластырамыз. Сырники жасаған кезде блендермен езуге болмайды, себебі біздегі сүзбені блендер қатты сұйылтып жіберуі мүмкін, содан кейін ешқандай да формаға келмей қалады. Осылай шанышқының көмегімен әбден жақсылап араластырған дұрыс. Мінекей біздегі масса дайын болды. Енді осылай екі бөлікке бөліп аламыз. Шамалы ұн сеуіп отырып, бірінші бөлігін алып формаға келтіреміз. Мінекей қыздар, видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай шамалы қолдарыңызға ұн сеуіп отырып, біздегі массаны осылай бір формаға келтіреміз. Міне қыздар, әдемі формаға келтіріп алдық. Енді осыны тура ортасынан бөліп, және де қалған бөліктерін де осылай көз мөлшермен бөліп аламыз. Енді шамалы ұн сеуіп, кесілген жерлерін ұнға аунатамыз. Міне қыздар, барлық сырниктерімізді бөліп алдық. Енді пышақтың көмегімен немесе осындай күрекшенің көмегімен әдемі домалатып отырып формаға келтіреміз. Келесі стакан алсаңыздар болады. Осылай ортасына салып, айналдыра отырып, сырникидің формасын келтіреміз. Міне қарасаңыздар, өте әдемі, бұрыштарда әдемі болып шығып жатыр. Мен осындай темір форма алдым. Сіздер стакан алсаңыздар болады. Міне қыздар, жақыннан көрсетейін. Қараңыздар, өте әдемі болып шықты. Қыздар, сіздерге түсінікті болу үшін тағы да 1-2-ін жасап көрсетемін. Видеоны мұқият қарап отырыңыздар. Міне қыздар, біздің сырниктеріміз өте әдемі болып шықты. Енді қалған жарты бөлігін дәл солай формаға келтіріп шығамыз.
Қыздар қалған бөлігін жасап қойып, кәдімгі тоңазытқышқа арнайы ыдыстарға салып қатырып қойсаңыздар болады. Қолданар алдында 5-10 минут бұрын шығарып, қуырып жей берсеңіздер болады. Негізіне сырникиді көбіне таңғы асқа ұсынып жатады. Азанғы уақытта енді уақыт тығыз болғандықтан барлығы жұмысқа барады, сабаққа барады. Сол кезде шығарып тез-тез қуырып жеген өте ыңғайлы. Енді сырниктерімізді пісіретін боламыз. Табамызды қыздырып алып, шамалы сұйық майымызды құямыз. Немесе кәдімгі сары майды ертіп, соған да қуырып алсаңыздар болады. Енді сырниктерімізді табамызға ақырын орналастырамыз. Біздегі астындағы от орташа болуы керек. Қатты қойсаңыздар, біздің сырниктеріміз толық піспей, күйіп кетуі мүмкін. Сол себептен орташа отта болуы керек. Енді ақырын бір шетін ашып қараймыз. Сарғайып жатса ақырын аударып, екінші жағында дәл солай пісіріп аламыз. Сырникиді пісіру өте оңай, ешқандай да қиындығы жоқ және де ұзақ уақытты қажет етпейді. Қуырған кезде де тек қана 1-2 минут қана қуырсаңыздар болғаны. Міне қыздар, екінші жағы да толықтай пісіп шықты. Енді ақырын тарелкамызға орналастырамыз. Тарелкаға осылай салфетканы қойып, соның үстіне сырникиді қойыңыздар. Сол кезде артық майларын өзіне салфетка сіңіріп алады. Қалған бөліктерін пісіретін алдында осылай шамалы май құямыз. Міне біздің сырниктеріміз дайын болды. Жарты килограмм сүзбеден 12 дана сырник шықты. Енді тарелкаға әдемілеп орналастырып, осылай әртүрлі жеміс-жидектермен безендіріп, бетіне сахарный пудраны сеуіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Міне қыздар, біздің сырниктеріміз өте әдемі болып шықты. Тәттіні ұнатсаңыздар, кәдімгі сгущенканы да жағып жей берсеңіздер болады. Енді сіздерге ортасын кесіп көрсетейін. Өзінің формасын өте жақсы сақтаған, дәмі де әдемі болып шықты. Міне қарасаңыздар, ортасы толықтай пісіп шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер қыздар, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Қыздар, осылай қаймақпен ұсынсаңыздар да болады. Бетіне әртүрлі жаңғақтар сепсеңіздер, өте дәмі де керемет болады. Мен миндаль жапырағын қолдандым. Міне қарасаңыздар, осылай да өте әдемі болып шығады. Қыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеоларда кездескенше.